Моңғолияны өздеріңіз білесіздер, екеуі бірдей бар. Мысалы, қарлы тау болса, қарлы таудың етегінде басында қар жатады да, аяқ жағында жаз жарқырап гүлдер өсіп тұрады. Сол секілді бізде де былай қарасаң, мына жағында барлық өмір, барлық қазіргі заманның заманауи дүниенің бәрі бар, а бірақ бізде моңғолдардың өміріне малмен байланысты болғандықтан жазда олар жайлауға шығады. Үйден шығамыз кигіз үйменен, әуел тау асып, тауға түйемен көшіп, кебежеге түсіп, көшкен баланың бірі мен боламын, мысалы үшін енді. Соңғысы деп айта алмаймын, өйткені қазірде ол тауда көшіп жүр, қазірде тауда сондай өмір бар. А бірақ ол жайлаудан түсіп келгеннен кейін кәдімгі осы қазіргі мына біздің өмір қандай, сондай өмір жалғаса береді. Моңғолияда тек қана керейдің мәдениетімен сусындап, керейдің, найманның мәдениеттеріменен сусындап, содардың нәрсесін үйреніп, көзіммен көріп келген болсам, мен Қазақстанға келгеннен кейін бір көлден мұхитқа келгендей болдым да. Өйткені бұнда үйренерім көп.